Қазақ тілінде жалғаудың 4 түрі бар. Жалғаудың бірінші түрі көптік жалғау. Заттың көптігін білдіреді. Жұрнақтары лар, лер, дар, дер, тар, тер. Мысалы, оқушылар, үйлер, кітаптар. Жалғаудың екінші түрі тәуелдік жалғау. Заттың біреуге не бір нәрсеге тәуелді екенін білдіреді. Жұрнақтары ым, ың, ымыз, іміз, ыңдар, іңдер, лары, лері. Мысалы, кітапым, үйің, қаламы. Жалғаудың үшінші түрі жіктік жалғау. Бастауыш пен баяндауышты байланыстырады, сөйлемдегі қимылды кім істеп тұрғанын көрсетеді. Жұрнақтары мін, сың, сің, сыз, сіз, мыз, міз, сыңдар, сіңдер, сыздар, сіздер, үшінші жақта жалғаусыз. Мысалы, мен мұғаліммін. Сен оқушысың. Ол дәрігер. Жалғаудың төртінші түрі септік жалғау. Сөздер арасындағы грамматикалық қатынасты білдіреді. 7 септік бар. Атау, жалғаусыз, кітап. Ілік, нің, кітаптың. Барыс, ғаге, кітапқа. Табыс, кітапты. Жатыс, даде, кітапта. Шығыс, ден, кітаптан. Көмектес, мен, кітаппен. Қайталап, бекітіп алайық. Қазақ тілінде жалғаудың 4 түрі бар. Бірінші көптік жалғау. Ол заттың көптігін білдіреді. Мысалы, оқушылар, үйлер, кітаптар. Екінші тәуелдік жалғау. Ол заттың біреуге не бір нәрсеге тиесілі екенін көрсетеді. Мысалы, кітабым, үйің, қаламы. Үшінші жіктік жалғау. Ол қимылды кім істеп тұрғанын білдіреді. Мысалы, мен мұғаліммін, сен оқушысың, ол дәрігер. Төртінші септік жалғау. Ол сөздердің арасындағы қатынасты білдіреді. 7 септік бар: атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Мысалы, кітап, кітаптың, кітапқа, кітапты, кітапта, кітаптан, кітаппен. Осылайша қазақ тіліндегі жалғаулар сөйлемді байланыстырып, сөзге мағына береді.